слышно, Айнура? Все слышно, давайте, начинаем. Время уходит уже, 8 минут прошло. Жақсы, мен бастадым. Құрметті әріптестер, спикерлер, баяндамашылар, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған онлайн конференциямызды ашық деп жариялаймыз. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Абай, өнер мен ғылымның, Абай, поэзияның тұтастай бір әлемі. Олай болса, құрметті спикерлер, баяндамашылар, Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжінің ұжымы бүгінгі онлайн конференциямызға қош келдіңіздер. Онлайн конференциямызда бірінші курс студенті Нұрқасымова Заремованың оқуындағы Абай Құнанбайұлының қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы өлеңмен бастаймыз. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласас қара көзі нұр жайнайды. Жіңішке қара қасын сызып қойған, бір жаңа құсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, ақша жүз қызыл бет тіл байлайды. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды тізген қайнайды. Өте жақсы. Бүгінгі баяндамаларымызды оқуды бастайық. Алғашқы баяндама Абай қазақтың бас ақыны. Спикері киім дизайны мамандығының бірінші курс студенті Нұрқасымова Зарема. Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қанетова Салтанат Құрманжанқызы. Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы қазақтың бас ақыны және де қазақ әдебиетіне жаңа үн беруші болып келеді. Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған болатын, бірақ та осы әдебиетке шын ықыласын қойып жазған кезі ол жасы 40-тан асқан кезі болатын. Және де бұл Абай өмірінде жаңа кезеңнің басталуы болып келеді. Бұл жаңа кезеңнің басталуын біз Абайдың 80-ші жылдары қазақ жеріне жер аударып келген Михаил деген білімді кісімен және де қазақ мәдениетін зерттеуге келген Гросс деген ғалыммен кездесуімен қалыптасып ала аламыз. Себебі бұл кезде Гросс пен Михаил Абайдың орыс жазушыларымен және де олардың көптеген туындыларымен, соның ішінде Пушкин, Лермонтов, Некрасов деген көптеген атақты орыстың жазушыларының шығармаларымен таныстырған болатын. Және де бұл кезде Абай осы туындыларды оқи отырып, ғылымда өлең жазудың, сөз жазудың қандай құрметті іс екенін біледі. Осы кезден бастап Абай әдебиетке осы шын ықыласымен кіре бастаған болатын. Осы жасы 40-тан асқан кезде 80-ші жылдар Абай үшін жаңа кезең болып саналады. Ол тек Абайдың жеке өмірінде ғана емес, ол бүкіл қазақ халқының мәдениетіне және де қазақ халқының көркем әдебиетіне жаңа үн береді. Қазір де осы Абайдың қанша ғасыр өтсе де Абайдың еңбектері біз үшін үлкен мағыналы, пайдалы мұра болып саналады. Абайдың сөздері қазақ халқы үшін зор бақ болып келеді. Бірден бір Абайдың қазақ халқының қайталанбас тұлға болуы, ол қазақ әдебиетіне жаңа үн беруі, басқаларға қарағанда өзінің стилін ойлап табуы және де бұрынғы ережелерге сай емес өзінің ережелерін және де өзінің стилін ойлап табуы болып келеді. Қысқаша сөзбен айтқан кезде Абай қазақ әдебиетінде революция жасаған адамдардың бірі болып келеді. Және де ол өзінің шығармаларын жаңа бағытта ғана емес, оларда терең мағыналы сөздермен өзін көрсете білген болатын. Және де олар Абайдың тағы бір ерекшелігі ол қара сөздерде болып келеді. Ол көбінесе өлеңдерін қара сөз мағынасында жазған болатын. Бірақ та осы шығармаларының ең пайда болған кезін біз осы 80-ші жылдармен байланыстыра аламыз.
бірақ та қанша уақыт өтсе де абай біз үшін жеке қайталанбас тұлға болып келеді. Ол бұрынғы соңғы замандардан да қазіргі заманға дейін ешқашан да қайталанбайтын тұлға болып келеді. Әрқашанда қазақ халқы оны құрмет тұтады, және де қазақ халқында оны білмейтін адам жоқ. Сондықтан да біз қазіргі кезде Абайдың еңбектерін, Абайдың мұраларын жоғалтпас үшін әрқашанда Абайды құрмет тұтып, және де мәдениетімізді дамыту үшін әрқашанда Абайдың еңбектерін жаттап жүріп, және де құрметтеуіміз керек. Осымен мен өз баяндамамды аяқтағым келеді. Рахмет, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Өте жақсы. Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазақ әдебиетінде бұрынғы соңғыда Абай сынды ақын жоқ. Кейінгі дәуірде де Абайдай ақын қайталанбайды. Назарларыңызға рахмет. Следующая тема нашего выступления – это доклад Юрченко Юлии на тему «Абай и литература Европы». Пожалуйста, Юлия, тебе слово. Здравствуйте, Айнура Касымбековна. Здравствуйте. Это доклад на тему «Абай и литература Европы» был написан со мной вместе с Дамиром Сафитовичем. Вот, мы вместе делали эту работу. В основном творчество основателя казахской письменной литературы, поэта и мыслителя Абая, практически не признано в Казахстане. Надо выше поднять, плохо слышно. Меня плохо слышно? Отлично слышно, Юлия. Продолжай, пожалуйста. Хорошо. Он был известен в основном за его переводы и литературные работы. То есть огромную часть своей жизни, своего творчества он посвятил на переводы. Вот остальная часть моего текста будет на английском, так как, соответственно, часть, как сказать, моего доклада, нашего доклада, была в основном на английском. Так мы подготовили что на английском. In the 70 years of the 10th century, some poems of Abai were published in English, German, and Arabic. То есть его поэмы были опубликованы на английском, немецком и арабском. Translations of Abai's work into foreign languages has become widespread in 1995, when the entire world community celebrated his 105th anniversary. In the anniversary year of Abai, the books of his selected works have appeared in many languages, international conferences, and London, Washington, and many other countries that were involved in that. Moreover, they were translated more in Kazakh and abroad. So all around the world were heard his poems and the translations of his poems and his works. Despite the fact that there is a large amount of literature on translation of texts in different functional styles, a vast majority of investigators approach the subject either from a quite negative or, on the contrary, to optimistic point of view. Дамир Сафитович, если вы хотели продолжить, я передаю вам слово. Мне кажется, я дала свою часть. Хорошо, спасибо большое, Юлия. Мы продолжим конференцию. Слушай внимательно далее. Можете временно отключиться из камеры, но слышать нужно всю конференцию. Хорошо, конечно, хорошо. Спасибо. Көп рахмет Юлияға. Келесі баяндама Абай бізге не дейді? Спикер, колледж түлегі, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кескіндеме факультетінің 2-ші курс студенті Аят Өркен. Өркен, өзіңде кезек. Егер Өркен қалмай жатса, жетекшісі Амангелдин Ақтолқын апай жалғастыра беріңіз. Өркен неге дауысынан кіре алмай жатырмын деп маған қайта шығып отыр. Саламатсыздар ма? Сөз сізге, Өркен. Сөз сізге. Мен айта кетейін дегенім, Абай бізге не дейді? Біз жалпы осы Абайдың
қарапайым бір өлеңіне мән беретін болсақ, Абайдың өлеңі бар ғой, көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көкжиектен асырса деп. Сұрғылт көңілім мұңдасар, қайғылы көңілім мұңдасар, сұрғылт тартқан бейуаққа, төмен қарап мұңдасар, ой жіберіп жан-жаққа дейді. Мен осы Абайдың картинасын бастамас бұрын осы өлеңді негізге ала отырып ойландым. Абайдың заманында қарап тұрсаңыз, қазақтың даласы, қазақтың қоғамы мүлдем басқаша болды. Абайдай ойлаған адам ол кезде кемде кем болды. Абайдың жалпы ақын оның ақындығынан бөлек оның ғалымдығы, адамның сондай тән сапасына, оның психологиясына үңілуі ол кемде кем кездесетін бір ғажаптық деп санасақ болады. Абайдың өлеңдері, Абайдың жазып кеткен қара сөздері өмірден жауабын таппай, өзінің орнын таппай, өмірдің сұрағын іздеген қиналған адамға Абайды оқыса, ол бірден бір шығатын жол. Сол себепті мен осы Абайдың осы өлеңін арқау ете отырып өзімнің сол жұмысымды жаздым. Ол жерде алауратқан аспан, күннің кешкісін батқандағы адамның көлеңкесінің ұзындығын барлығын көрсетуге тырыстым. Ал композициялық шешіміне келетін болсақ, Абайдың тізесінен жоғары қарай қып кесіп алдым. Себебі бұл жерде Абай өзі көксеген мақсатына жетіп үлгерген жоқ. Өзінің армандаған қазақты көре алмай өмірден небәрі 59 жасында дүниеден өтіп кетті. Абайдың артындағы алтын асықтай ұлдарының бәрі өзінен бұрын көз жұмды. Сол арманының көре алмағандығы үшін мен солай композициялық шешімді солай қылып алдым. Ал екінші портретінде ол Абайдың денсаулығының сыр беріп ауырып жүрген кезіндегісі. Бұл жерде Абайдың көзін барлық Абайдың келбетін, оның ойын, оның не айтқысы келетіндігін, бізге кейінгі қазақ қалай болу керектігін барлығын оқып түсінген адамға Абайдың сол картинасында көзінен аңғаруға болады. Бұл жерде барлығы көзіндегі мұңына үңілсеңіз болады. 60-қа енді ғана келетін Абайдың сақалы қырау тартқан десе де, көзінде бір терең сыр жатыр. Соны түсінген адам Абайдың кешегі емес, бүгінгі және ертеңгіде Абай философиясының бізге азық болатын, Абайды түсінген адам әлемді терең түсінетін және Абайдың әлемдік ойшылдардан ешқандай төмен деңгейде тұрмайтын, солардан жоғары тұратын, әр мыңжылдықта бір туатын ұлы дана екендігін түсінуге болады. Үлкен рахмет, Көкен. Жұмыстарың керемет екен. Иә, мен жұмыстарын неге жіберіп едім, Шерзат қосалсаңыз, суреттерін бір сұрағана көрсетіп жіберсек болады, не болмаса жаңа сайттың арасына екі жұмысын қоссақ болады. Мен кеше сізге жіберген болатын Шерзат. Көрініп тұр ғой. Қосылды. Келесі. Айнұрыңыз алына. Жарайды, өте жақсы Өркен. Ары қарай жалғастыра берейік конференциямызды. Уақытымызды үзбей. Следующая тема нашей конференции – это личность мировой культуры. Выступает Букиханова Мария, студентка первого курса художественная обработка металла. Мировой культуры. В этом году 175 лет со дня рождения великого казахского поэта, философа, композитора, деятеля, основоположника казахской письменной литературы и поэта духовно обогащает не только казахов, но и все человечество, потому что они полны общечеловеческих мировых ценностей. Благодаря этим людям, таким как Абай Кунанбаев, появляется шедевр национального искусства. Они представляют некую культуру, высокими языками, языком поэзии, русскими языками, русским,
был знаком с мировой культурой Востока. Знали произведения поэтов и ученых Науаи, Фирдауси, Низами, Саади, Джами, Хафеза и Сахаби. Это приблизило его к мировой культуре Востока. На формирование мировоззрения Абая также оказали влияние русские поэты и писатели Крылов, Лермонтов, Русский. Через их величайшие произведения Абай познакомился и с западной литературой, произведениями поэтов Гёте и Байрона. Абай был реформатором культуры. Его произведения, поэтическая деятельность сближали казахскую литературу с европейской литературой. Произведения Абая вдохновляли молодое казахское поколение на служение своему народу, поддерживали в нем стремление к просвещению, получению знаний, развитию нации через его культуру. Они всегда актуальны. Но жизнь самого Абая была очень тяжелой. Жил и творил Абай в трудный колониальный период жизни казахского народа, направленный на подавление, раздробление покоренных народов, на то, чтобы удержать их в темноте и невежестве. Абай очень тревожился за судьбу своего народа. Абай, мудрый, милосердный, справедливый человек, считал, что главное в человеке — это сердце. Нет ничего драгоценнее, чем доброта, сострадательность, умение любить, обдумывать свои слова и действия, а не слепо подражать друг другу. Зарабатывать свой хлеб вкусно, любоваться милостыней. Вот удел счастливого человека. Имя гениального сына Великой Степи, великого поэта, казахского народа, мыслителя, ученого, композитора Абая в наше время известно всему миру. Стихи и песни, философские воззрения, слова и мысли его находят только в сердцах людей своей человечности, любовью и он был и остается сыном всего человечества. Спасибо большое, Мария, очень хорошо. Өте жақсы, Мария, рахмет. Келесі баяндамамыз Абай шығармаларындағы физикалық құбылыстар. Спикері киім дизайны мамандығының 2-ші курс студенті Мейіржан Жанерке. Сәлеметсіздер. Абай шығармаларында физикалық құбылыстар. Физика табиғатты түсіну ғылымы. Физикаға Абай шығармалары тікелей байланысты, өйткені көптеген шығармалар табиғатқа арналған. Табиғатқа арналған өлеңдерін оқығанымда көптеген физикалық құбылыстарды байқадым. Табиғаттағы заңдылықтар мен құбылыстар оның шығармаларында өте кең және әрі терең негізде көрініс тапқан. Көбінесе физикалық құбылыстар жер үстінде жарғай өлеңінде кездеседі. Жер үстінде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны тереңсай, тасыған өзен гүрілдеп, жалпы жарғай болған күндері жел болмайды. Жел жер бетіне қатысты ауаның көлденең қозғалысы. Сәулесі суда дірілдеп, су бетіне түскен айдың жарығы, судағы толқындар әсеріне аздап діріл қаққандай болып көрінеді. Абай өмір сүрген кезеңде жарықтың сынған және шағылған жарық толқындарының интенсивтілігін анықтайтын сандық заңдылығы ашылып, жарықтың қосарланып сынуы анықталған болатын. Абай табиғатты жан-жағынан әсем келбетте суреттеген. Табиғат пен физикалық құбылыстарды бір арнаға ұштастыра отыра жыл мезгілдерін сипаттайды. Мысалы, жыл мезгілінің бірі қыс өлеңінде. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымаған тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бен қызарып ажарланды. Бұл жерде температураның төмендеуіне сәйкес молекулалардың жылу қозғалысы кеміп, жоғарғы температурада сұйық және сұйық тәріздес денелер қатайып, мұз, қар қырауға айналады. Сырттан әсер ететін суық ауадан адамның бетінің физикалық қасиеттері, ішкі құрылысы, қозғалысы өзгеріп, қызыл түске енеді. Қардың тықырлау себебі деформацияға байланысты. Деформацияланған қар қоршаған ауа молекулаларын қозғалысқа келтіріп, дыбыстың таралуын туғызады. Кейбір адамдар қар дыбысының сипатын қабылдауына қарай ауа температурасын болжай алады. Абайдың тек өлеңдерінде ғана емес, дастан жырларында да физикалық ұғымдар бар. Абайды Ескендір поэмасында қақпаны ашайын деп хан ұмтылды, тұтқасын олай бұлай қатты жолды. Бұл жолдарда ауырлық оның ішінде массаның тура пропорционалдығын ескереді. Абайды өз ұлтының ақыл ойымен мәдениетін бейнелеп, дұрыс көрсете білген қайраткер ретінде таниды. Оның аз сөзбен көп мағына беруі, айналадағы сан алуан құбылыстарды дәлме-дәл айтуы оның ойшылдығының белгісі. Табиғатта орын алып жатқан физикалық құбылыстарды айқын келтіру шығармаға көрік береді. Осымен баяндаманы аяқтай берем. Рахмет. Өте жақсы, Жанерке.
Абайдың барлық өлеңі физикалық құбылыстарға сай жазылған, өте шебер өлеңдер. Көп рахмет. Келесі баяндамамыз Абай философиясының басты тақырыбы адам. Спикері кен дизайны мамандығының 3-ші курс студенті Хайдин қызы Ақзере. Ақзере өзіңде кезек. Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырыбымыз адам философиясының басты тақырыбы адам. Жетекшім Молдабекова Гаухар апай. Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат болмас сыры, олардың заңдылықтары көп ойландырған. Ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға жауап беруге тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық адам баласы жан-жануарларды тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай әркімді де толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді. Ол өзінің қара сөздерінде, пәлсапалық шығармаларында адам баласының өмір сүру мақсатын, сол мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік жалпы көрсетеді. Кемелдену, жетілу, адам өмірінің мақсаты екен Абай айтып кеткен. Жетілдіру дегеніміз не? Түрлі жетілдіру бар. Мысалы, спортпен шұғылданып, өзіміздің денемізді, күш-қуатымызды жетілдірсек, ал ғылым, білім, өнерге үйрену арқылы ой-өрісімізді жетілдіреміз. Абай осыларды айта отырып, бұдан гөрі маңыздырақ жетілу барын, ол рухани жетілу, яғни жанды жетілу деп көрсетеді. Абай философиясындағы адам мәселесі. Ұлы данышпан Абай атаңның баласы болма, адамның баласы бол деп атты қанатын сөз қалдырған болатын. Адам мәселесі және оның тарихи дамуы философиялық тұжырымдамалармен толғам қазақ ойшылдарын да бейжай қалдырған емес. Адамдарды философиялық тұрғыдан түсінудің іргетасы осы қалыптасқан түсініктер, идеялар, образдар мен ұғымдар негізінде философия мен мифология арасындағы сұхбат нәтижесінде қаланған. Абай заманынан алыс кетсек те, даналық ойларын санамызға сіңіре отырып, оның рухани әлеміне жақында береміз. Хакім Абай өзінің азаматтық көзқарасын, халқын өмірін, болмыс тіршілігін қара сөздер арқылы паш еткен болатын. Абайдың да дүниетанымдағы негізгі тұжырым, басты құндылық адам болмысы. Абайдың қара сөздерімен таусылмас рухани қазынасынан, оның адамның өмір сүру философиясының 5 бағытта қарастырылатынын аңғаратынбыз. Біріншісі, жеке адамдардың тұрмыс тіршілігі, екіншісі, әлеуметтік топтағы қоғамдағы алатын орны, мінез-құлқы, менталитеті, психологиясы, үшіншісі, ұлттың ата-бабалардан мұраланған өзіндік өмір салтын, дәстүрлі мәдениетіне бейімделген мұрат мақсаттарын болмыстың жаңа сұраныстарына байланысты жаңғыру жолдары. Төртіншісі, адамзат тарихындағы қалыптасқан моральдық құндылыққа сай келетін үдерістердің өркениетпен сабақтасу жолдары. Бесіншісі, имандылық жолмен Алла болмысын тану. Адамның өз іс-әрекетін, сөзін, қағидаларына, пайғамбар хадистеріне, өнегелеріне сай келтіру. Ақзере, біздің уақытымыз тығыз болып бара жатыр. 8 минут қалды деп хабарлап жатыр. Кішкене қысқартайық әңгімелерімізді. Айтуын айтпалайды. Мен қорытындылай кетсе, Абай жолы ізденіспен ойланудың, кемелденіп пен танудың үлгісі. Өйткені хакім ғұламаның басты мақсаты адам болу үшін ненің жаман, не жақсы екен. болды. Рахмет, Ақзере. Уақыт жетіспей жатыр. Ал енді келесі тақырыпта Абай және тоғызқұмалақ. Абай и тоғызқұмалақ. Я прошу Амина Нурмухамедова, немножечко покороче, пожалуйста, расскажи. У нас времени очень мало. Хорошо. Абай и тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақ – одна из древнейших игр народов Центральной Азии. Интеллектуальная забава была любимой игрой великого казахского поэта и просветителя Абая. Этот факт сегодня подтверждает исследования ученых, подробным образом изучивших творчество мыслителя. Игра была очень популярна
успехи Уразского исследователя казахского писателя Мухтара Авызова в журнале «Акиқат» опубликовал обнаруженный им фотосинтезы в Толстом Малакте. Свои воспоминания, как любил играть в эту древнюю игру поэт и просветитель Абай, оставил его сын Турагул. Мой отец очень любил народные игры. Особенно ему нравилась игра Толстый Малак. К нам домой приезжали аксакалы из рода Тубукты. Они хорошо в нее играли и при занятии могли гостевать месяцами. Игроки приезжали даже зимой. Их звали Кутубай, Кустухожа, Худайберды, Сымпуата, Исмагул, Смакыш и другие. Отец на пятейку брал подушку и принимался за игру. Участвовали соседи, а до кого очередь не доходила, играли в ДБ. Я не видел, чтобы кто-нибудь выиграл в Толстом Малаку. Все. Спасибо большое. Дальше. Спасибо большое. Салтанат. Микрофон очень трудно. Келесі спикер Кауметова Тоғжан Абайдың музыкалық мұрасы және одан кейін гитарамен орындайтын әніміз бар, сондықтан уақытымыз алтақ 5 минут қалды. Тездетейік. Рахмет. Қазақтың болуына біткен шоқ жұлдызы Абайдың өшпес мұрасы сарқымас қазына. Абай жүрек толғанысымен жазған өлеңдерінің тағылымы терең. Оның өлеңдері өзінің қарапайымдылығымен, табиғилығымен құйылып, ойға сезімге ұялайды. Абай өлеңдерінің тақырыбы жан-жақта әлеуметтік аясы кең. Өлеңдері халықты өнерге, білімге, ғылымға шақырады. Әр жанға жайлы, жүрекке жылы тиетін махаббат өлеңдер болып келеді. Сондықтан Абай өлеңдері 19 ғасырдағы қазақ қоғамының айнасы деп те аталады. Абайды тек қазақ халқының ұлы ғана емес, адамзаттың ұлы десек қателеспейміз. Әлем халқы бас иген дара тұлғаларды қанша жағынан аспектесек те, ол біздің елдің, халықтың парызы деп білеміз. Болды. Музыкал. Интересно. Анибет. Баян Сұлу, қосыла беріңіз музыка жағынан. Анибет. Слава 4 насчитал. Да. Все. Анибет, рахмет. Я, үлкен рахмет. Анибет. Ақмарал Мұсаевна, сізге бір сөз берсек, тез айта аласыз ба пікіріңізді? Ақмарал Мұсаевна. Немножко связь плотная, не смею. Тем не
Очень удобно нашим студентам. Шахмара Мустаевна, связь с вами действительно очень плохая. Мы подытожим нашу конференцию, наш круглый стол. Хочется сказать, что студенты нашего Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Рамазана Сапаева, будущие художники, деятели изобразительного искусства и культуры, в будущем с помощью своих изобразительных способов смогут помочь молодым людям Казахстана, да и всего мира, присоединиться к великой личности мировой культуры Абая Кунанбайұлы, его творчеству, его достижениям, его таланту. Спасибо большое всем участникам круглого стола, студентам колледжа, преподавателям общеобразовательных дисциплин, собравшимся в столь сложное время. Если Көп рахмет, құрметті баяндамашылар, спикерлер, ұйымдастырушылар. Көп рахмет сіздерге. Өте жақсы өтті. Рахмет, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Қуаныштымын, өте жақсы болды. Аят өркен, барлықтарыңа қуаныштымын. Гитараның музыкасы қандай керемет естілді, көзімнің қарасы. Мы завершаем конференцию. Все, спасибо большое. Всем спасибо, всем организаторам и участникам спасибо, всем здоровья. Спасибо. До свидания.